Ассалаумалейкум ағайын. Күндердің күнінде жапырағы жайқалған еңселі бір теректің түбінен шырмауық тұқым жарып бой көтеріп бастайды. Көктемнің келісімен-ақ әлгі шырмауық ағаштың ортан беліне дейін өсіп, ұзара түсіпті. Жаңбыр мен күн нұрының арқасында азғантай уақыттың ішінде шырмауық терекпен бірдей болып өсіп жетіледі. Содан бір күні шырмауық ағашқа қарап, «Ағаш-ау, сен қанша айда осындай үлкен болып өстің» дейді. Сонда терек, «10 жылда» деп жауап қатыпты. Оны естіген шырмауық ішек-сілесі қатып, мақтана күліп, «10 жылда ма? Мына мен көп болса 2 айда сенімен бойым бірдей болды, қараш» дейді. Терек болса, «Дұрыс айтасың» депті де қойыпты. Уақыттың ағысымен жаздың ыстық күндерін қоңыр күз басып, ауа райы салқындай түсіпті. Күздің салқын желінен шырмауықтың жапырақтары үзіліп, шырмауық қалтырай бастайды. Содан кейін шырмауық ақырын-ақырын бүгіле бір уыс болып жерге жапырылып қалады. Бұл халіне таң қалып терекке қарап, «Ағаш-ау, маған не болып барады?» деп сұрайды. Сонда терек оған, «Менің 10 жылда шыққан шыңыма сен 2 айда шығуға тырыстың» деп қана жауап қатқан екен. Ғалымнан надан артпас ұққан менен, тағдыр көрмей қоймайды бұққан менен. Одағы қалыбынан асалмайды, жауқазынан ерте көктеп шыққан менен. Абай.